Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Құмар ойынға салынған ағам отбасымызды кедей қылды. Таңғы шу анам кашолығым қайда деген айғайынан ояндым. Тағы да сол жүгермек әкетті ме, оңбайды, ол бала оңбайды деген анамның айғайы жер жарып жатыр. Есімім Айша, ортаншы қызымын, үлкен ағам және бір сіңілім інім бар. Үлкен ағам құмыра ойынға берілгелі отбасымыздың шырқы бұзылды. Негізі ағам ондай жолға аса қызыға бермейтін, бәленің бәрі оның әйелінен басталды. Ағам 19 жасында бір қызды үйге әкеліп, осы қызға үйленемін деп бәрімізді шошытты. Мамам келінді ұзатып әкелемін, құда түсіп жөн жоралғымен деп армандайтын еді. Бірақ арманындағыдай болмады. Жеңгем небәрі 16 жасар қыз еді. Баста қарсы болды мамам, ол қызды кері апар, сотталатын жағдай жоқ. Үрімдей қыз қалай келін болмақ, жоқ болмайды, әкет, қайдан әкелдің, сонда апар деп ұрсып қарсы болды. Оған көнер ағам барма қасарсып тұрып алды, көнбейтін білген соң ақыры шындықты айтты. Ол шындық біздің төбемізден мұздай су құйғандай күйге түсірді. Ағам қызбен көңіл жарастырып қойғанын және аяғы ауыр екенін айтқанда, анам бәріміз есеңгіреп қалдық. Әрине оңай болмады. Егер қызды қайтарсақ ата-анасы сотқа беруі мүмкін деп амалсыз басына ақ жаулықты жауып келін етіп ырымын жасап шымылдық құрады. Туыс-тумаларды шақырып жиын той беташар жасады. Қыздың, яғни жеңгемнің ата-анасы қарсы болмады. Қалай қарсы болсын, қалың малға 2000 бердік, дүние ештеңе керемес, бәрі бар деп. Бәрінен де құдағи мәз болды. Той бәрі өтті, енді күнделікті өмір басталды. Анам бірінші күннен жақтырмаған, жеңгеммен мүлде жұмысы жоқ, өзімен өзі жүре берді. Жеңгемді келінмін ау деп білек сыбанып ештеңе жасай қоймады. Сәл қит етсе, 2 қабатпын, ауырып жатырмын деп сылтау айтып жұмыстан қашатын. Ағам бар кезде одан асқан ақылды әйел, пысық келін жоқтай жүреді. Ағам жас болса да кез келген істі алып кететін еді, жұмыс талғамайтын, содан кейін де табысы жақсы. Күнделікті болмаса да күн ара келіншегін қыдыртып тұратын. Жеңгеммен тату болғым келетін, бірақ ол тараптан ешқандай жылулық болмаған соң мен де аса тартылып қоймадым. Анам ағама қатты өкпелі, соңғы уақытта тіпті анам үйге кеш келіп, кейде үйде болса да бөлмеден шықпай жатады. Солай жүргенде жеңгем қатты ауырдым деп скорый шақырады. Содан хабар келді, бала шетінеп кетті деген. Анам сол хабардан кейін келініне күтім жасап барынша жанында болып оған демеу болды. Бәрімізге оңай соқпады, ішінде 6 айлық бала еді, әні міні дегенше туат деп жүргенде суық хабар жанымызды жегідей жеді. Уақыт өте бәрі қалыпқа келіп жеңгемде оңала бастады. Сырттай ақылы оқуда еді, барып оқығым келет деген соң анам айтып бүйтіп ауыстып берді. Азанда кетіп кешке бірақ келетін. Соңғы уақытта мінезі өзгеріп жүрді, ағамнан ақша көп сұрап, тіпті анамнан бізден ақша сұрайтынды шығарды. Мейлі ағамнан алсын, бірақ бізден алғаны ерсеген. Бірде әр түрлі нөмерлер тоқтаусыз хабарласатын болды. Баста біреуі бар деп ойлағам, ағам шу шығарды. Соңы белгілі болды, жеңгем займ алған екен, содан коллекторлар звонданан. Ағам соншама ақшаны қайда құрттың деп айғайлауда. Жеңгем үнсіз жылай берді, ештеңе айтпады. Қайта сұрақ қоя берген соң шындықты айтты. Анасы алғызған екен, яғни құдағи. Онда да өз атынан емес, 18 жасар құрбысының өзінің нөмерін гарант ретінде тіркеген көрінеді. Шынын айтқанда машахаты көп, ұрыс керіс болды. Анам тыныш қалсын ба, құдағиын звондап ұрсып, олар да біраз жерге барып қалды, тіптен бет көріспестей болды. Әйтеуір дегенде шу басылым, ағам қарыздарын жауып беремін деді. Енді қайталанбайды деген жеңешем араға көп уақыт салмай қайттан ескі әуенге басты. Бұл жолы былыққа ағамды тықты. Ағам қалай көнгенін білмеймін, ол кредит деген дүниені жек көретін еді, бірақ бұған келіскенге таң қалдым. Оны қалай білдік десеңіздер, ағам жұмысқа баруды доғарды, тек бөлмеде жатып жер болды. Ит пен құсқа қарыз болып олар үйге іздеп келгенде білдік. Сол баяғы ұрыс керіс, шыны керек, ағамды танымай қалдым. Қатты өзгерген агрессияның түр-түрін көрсетті. Анам мен әкем қатты шаршады, қайтсын, енді оңай емес. Ең үлкен жаман жаңалық ол игроман екенін білу. Телефоннан келетін сопша арқылы білдік, тапқан таянғанын жеңгем екеуі сала берген. Ағамның қарызын жабамыз деп әбден әбіржідік.
Жеңгем бір күні ойда жоқта ат ізін салмай жоқ болып кетті. Заттары түгелімен жоқ, анамның алтындары, менің бағалы дүниелерім. Бәрін бір күнде жоқ қылды, ата-анасы бейхабар, тіптен оны уайымдап жатқан жоқта, әбден ақшаға құныққан жандар екені о баста белгілі еді. Ағам одан кейін ойынға қатты баспен кіріп кетті. Зайын кредит түр-түрін алып тастады. Аузына темекі арақ алмайтын ол нағыз алқаш болды. Анам мен әкем қарызын жабам деп жүріп өзіміз дымсыз бейшара болып қалдық. Нөлден бастап әкем екеуі көтерілген еді. Енді бәрі кеш айдаладағы шүйкебас отбасымыздың берекетін құртты. Ағам оңалып қалар деп үміттеніп жүрміз, машина бәрін сатып қарыздардан құтылдық. Ағам ойынға көңіл бөлмей бізді тыңдап кітап оқуды әдетке айналдырды. Жеңгеме келер болсақ, ол нағыз алаяқ екен. Ер балдарды алдап солай ақша тауып күн көріп жүрген шүйкебас екен. Алла сәтін салса сотта жолығамыз онымен.